Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик KZ каналы. Бүгін біз Майнкрафт выживание әрине екінші бөлімін түсірмекшіміз. Мінекей білесіз ғой, алдында мені крипер жарып берді ғой осы жерде. Бірінші бөлімде жарып жарты дыркасын жапқам. Достар, мына ағаш өсірдім, көрдіңіздер бірінші бөлімде. Үйді салдым. Достар, не істеуге болады, қандай примет айтасыздар? Совет. Шахтаға барайын ба? Көп шахтаға барады Майнкрафтта. Шахтаға барғанды ұнатпаймын да. Енді бармасаңыз не жинау керек, я? Просто долго ұнатпаймын аяқтар. Сразу не бітесіз ғой. Шахта 5 сағат ұнатпаймын. Достар, менде көмір бар ой дейме? Факел сет. Блин, көмір жоқ па? Достар, маған именно көмір керек болыпты. Шахтадан тауып атшарым, жарайды. Просто достар, көмірсіз білесіздер ғой. Менде бір идея бар. Білесіздер ма? Мынандай ағаштарды кессеңіз, печке асасаңыз оның үстіне, оның астына бір отын жанатын ұсақ қойсаңыз, көмір шығады. Асықпаған екен. Сол. Менде заттар көп. Мына жақта. Ағаш алайыншы, то есть ағаш жіппін ғой. Достар, қателесіп кетемін. Балта бар ма? Балта. Сразу каменный балта алайық, достар. Так, мына сындырайық. Өсті ғой бұл. Ағашын айтайық. Ой. Ой, дай там да мё. Маңа помню, да. Сосын достар, каналға жазылыңызшы. Мен де сыйласаңыздар сіздер. Мен мысалы сіздерді сыйлаймын ғой. Сыйлағанда қалай дегенде солай видео түсірем сіздер үшін көрсін деп. Сіздер мені лайк, подписка немен нетіңіз. Оп-оңай ғой. Көріп атқанда бүйтіп шығасыз да, пауза ерінбеуге болады. Шығасыз да. Қоя саласыз сол. Подписка, комментарий, лайк, спокойно. Оны спокойно бітіресіз. Ол видео түсіруден де оңай. Видеоға где-то міне 3 емес, алдыңғы бірінші бөлімде 10 минут болсам да кетеді ғой. Бірақ бұл видео түсіру қиын деп тұрған жоқ қой. Сіздерге сыйласаңызшы дейін де, просто мен көңілімді аулап. Жақсы болатын еді, сөйтсек, достар. Лайк, подписка деп. Міне. Пока что көмір өткен кесін, мен бірден істеп тұрайын. Некен достар. Істейтін жұмыста қалған жоқ қой. Жерді қазсам екен. Жерді қазып нубский дом салайын ба? Dostlar, осы Майнкрафттың қанша бөлімдесін бар екен сізге.
Оны комментарияда жазыңыздар. Кімдікі ответ болады, мен соған сөйтіп айтам комментарияда, дұрыс. Немесе сол сөзді комментарияда жазған, осы келесі 3-ші бөлімге сөзді түсет жазған. Қанша бөлімге дейін барды дейсіздер, соны табыңыздар. Жоқ, міне достар, міне мынандай не үшін қазып жатыр дейсіздер ғой. Жай бірақ бір жағынан мынандай жерлерге де керек болады, міне жарылған. Түн батып келе тұрдым. Мен бүкіл жұмыс бітті деп қоям. Сөйтсем бітпепті. Бағана қой неге маңырау жүрді десем, бәсе ол мен өлтір дегесі. Достар, бәсе жұмыс жетпейді деп қойым, жетеді ғой, шабат істеу керек қойдан. Бір жағынан шахтаға баруға да кеш болып кетті. Оның үстіне қарнымыз да аш, жұмыс жетеді ғой. Алма бар. Бірақ қой бар тағы. Біраннан жүні басқа. Ондай жүндер өлтіре санайды по-любому. Еті керек та. По-любому ет бар ғой оларда. Өлтірдім. Ет түсмеген. Екі ет болып, жаңағы бір сиырдан бір ет, екінші сиырдан тоже бір ет. Шошқаны өлтіре салайын, бұны ет түсет. Атты өлтірмей қойғылады, терім ат түсет. Тем более, достар, ат әрең өледі. Бұғылдарын өледі. Үйге тез барып, қарнымыз аш, жүгіре алмаймыз оның үстіне. Зомбилар келмейін. Шошқа өлтірген осынай. Өлтірген уақыт созай жүрген. Өтіне орындық. Кішкен тарлық болады деп. Орындық. Қазір достар, мен экранымды нетейінші. Күте тұрыңыздар. Ал достар, енді экранның яркісі қалай. Жаңа мен кішкене тұстағам ғой, азайт тұстағам. Неге азайтайды да ойлайды жарсыздар экранды. Зарядка аз құртады ғой. Барына қойдым. Ал енді ойна беруге болады. Таң. Бірінші бөлімдігінде істемейміз ғой. Таң болады. О, көмір жоқ деп қоймен деп бар екен ғой. Күн шыққанға шейін мен шахтада бола тұрайын. Бүкіл көмір достар мұнда. Шахта. Чем больше шахта осы бола берді ғой. Осы бола берді. Даладағы шахтаны түсін. Даладағы шахта бір бөлек, бір бөлек кетеміз достар. Достар, алма, железо, золоталардың көмір көп қой. Мен жерді қазақстанда көмір. Қазақстан шығарып, одан соң Қазақстан шығарып. Железен қаш. Қазақ шығады, сындық қояды. Көмір көбі ғой. Көмір деген қайда жетеді ғой. Факел. Опа, достар. Менде факел бар даже. Мен тут просто миым шатасып кеткен. Қарамай жүрмін. Міне достар. Көмірге бай болдық деген осы ғой. Көмір көп болады. Ал бітті мына янда. Мынау бар әлі. Ол да бітті. Ойнайын шығамай қалды. Көмір.
ортада паук жүрмейді. Менің үйімнің землясы ғой уже. Үйімнің астында жүрмін. Мен үйімнің астына шығып далаға бірақ шахта істейін деп отырмын. Сол кезде әдемі шахта болады. Бірақ оны тас істемеймін қазір далаға шахта, бірақ істеп қалсақ үстіден зомби, скелет, крипер бүкіл алып үй жарылып жаман болып жүр. Одан да күшіне қазір бірақ қатты тереңдеп керек емес достар. Опа, көмір. Достар, көмір деген кетеді ғой рахат жерден. Не деген көмірлер. Железі осындай көп болса немесе алмаз, иә достар. Онда қызықты болар еді. Қарымызда онысына аш болады. Dostlar, adasqab жүрмейік. Ана жаққа кетеді.